Егер осыдан бірнеше жыл бұрын маған біреу сен бір күні Қытайға жалғыз ұшып барасың десе сенбес едім. Өйткені ол кезде мен үшін ең үлкен қашықтық ел емес, өз қорқынышым болатын. Соңғы 4-5 жыл мен үшін оңай болған жоқ. Мен паникалық шабуылмен өмір сүріп келем. Сырт көзге бәрі қалыпты көрінуі мүмкін, бірақ ішіңде бір нәрсе сені тоқтатып тұрғандай болады. Кейде жай ғана адам көп жерге бара алмайсың, кейде өз денеңе сенбей қаласың, кейде осы жерден шығып кете аламын ба деген ой маза бермейді. Сол кезде мен бір нәрсені түсіндім. Қорқынышпен күреспесең, ол сенің өміріңді кішірейте береді екен. Сен бармайсың, сен кездеспейсің, сен тәуекел етпейсің, сен жай ғана өз шекараңда қалып қоясың. Сол кезде мен өзіме сұрақ қойдым. Мен осылай өмір бойы өмір сүре беремін бе, әлде бір нәрсені өзгертуге тырысамын ба? Сол шешім мені Қытайға алып келді. Бірақ мен бірден ұшып кеткен жоқпын. Өйткені мен өзімді жақсы білетінмін. Бұл тек сапар емес еді, бұл өзімді сынау еді. Сондықтан мен алдымен Алматыға баруды шештім. Үлкен қалаға үйренбей тұрып, шетелге шығу дұрыс болмайды деген сияқты бір ішкі ой болды. Бәлкім бұл қорқынышты жеңудің алғашқы қадамы шығар. Алматыға келген сәтте мен өзімді басқа өмірге түскендей сезіндім. Қала үлкен, адам көп, жолдар қарбалас, бірақ бір қызығы сол қарбалас мені қорқытқан жоқ. Керісінше мені тірілткендей болды. Вокзалда мені апам күтіп алды, жақын адамның жүзін көру ішіңдегі ауырлықты бір сәтке болса да жеңілдетеді екен. Сол сәтте мен өзімді жалғыз сезінбедім. Кейін інім екеуміз Алматыны араладық. Тауға шықтық, қаланың жоғарысынан қарадық. Алматының табиғаты мені сөзбен жеткізу қиын бір тыныштыққа келді. Биік таулар, таза ауа, аспанға тірелгендей көрінетін шыңдар. Сол сәтте мені алғаш рет ішкі шуымның азайғанын байқадым. Кейде адамның ішіндегі дауылды тоқтататын дәрі емес, сөзде емес табиғаттың өзі екен. Біз інім екеуміз ұзақ сөйлестік. Өмір туралы, қорқыныш туралы, арман туралы. Кейде адамға ақыл айтатын адам емес, сені түсінетін адам керек болады. Ал кейде жай ғана тыңдайтын адам жеткілікті. Сол әңгімелерім мені ішімнен қайта жинады. Қазақта жақсы менен өткізген жарты күнің жаман менен өткізген ғұмырыңдай дейді. Сол сөздің мағынасын мен Алматыда жүріп шын түсінгендей болдым. 3 күнім Алматыда өткен сайын мен өзгеріп келе жатқанымды сездім. Қорқыныш бірден жоғалып кеткен жоқ, бірақ ол енді мені бұрынғыдай басқармайтын болды. Енді мен одан қашып жүрген жоқпын. Мен оны бақылап, үйреніп келем. Ал 3-ші күннің соңында мен бір нәрсеге дайын екенін түсіндім. Ертең мен алғаш рет шетелге ұшамын, алғаш рет Қытайға барамын, бірақ бұл жолы мен бұрынғыдай қорқып емес, дайындалып бара жаттым. Алда менің ішкі дүниемен арпалысқан сынақ күтіп тұр еді.